Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы табиғат тағылымы. Бүгінгі сабақта мысалдың басты белгілерін білесің және қойылым түрінде көрсете аласың. Балалар, экраннан қандай суретті көріп тұрсыңдар? Суретте жылдың қай мезгілі бейнеленген? Құмырсқаның киімі қандай? Шегірткенің ше? Шегірткенің көңіл күйі қандай деп ойлайсың? Неліктен? Осы сұраққа жауап бермес үшін біз бүгін шегіртке мен құмырсқа мысалын мұқият тыңдап көрейік. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып гөл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күні жапырақтың бірінде тамақ бірінде үй, жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда? Оны менен тұрмады, қар көрінді, қыс болды, сауықшыл сорлы бүкшиді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады, сабанда жатып дән жиған құмырсқаны іздеп табады. Селкілдеп келіп жығылды, аяғына бас ұра, қарағым, жылыт, тамақ бер, жаз шыққанша асыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеп пең, жаның үшін еш шаруа, ала жаздай қылмап пең. Мен өзіңдей шаруашыл, жұмсақ илеу үйлі ме? Көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолым тиді ме? Қайтсын қолы тимепті, өлеңші, әнші есіл ер, ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей бер. Балалар, бұл өлеңді Абай Құнанбаев орыс тілінен аударған. Абай Құнанбаев орыс тілін жақсы білген. Бұл оған орыс ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударуына мүмкіндік берді. Абай Иван Крыловтың 13 мысалын аударған. Рас, олардың барлығын бірдей бірыңғай таза аударма деу қиын. Ақын негізінде Иван Крылов мысалының жалпы мазмұнын алады да өзінше еркін баяндайды. Сендер экраннан Абай Құнанбаев пен Иван Крыловты көріп тұрсыңдар. Иван Крылов ол орыстың ақыны. Ал Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны, аудармашы. Мысалдан кейін кейіпкерлерге қатысты сөздерді тауып жаз. Құмырсқа қандай? Жұмсақ илеу, шаруашыл. Шегіртке ше? Өлеңші, әнші, сауықшыл. Балалар, мысалға сүйеніп, шегіртке мен құмырсқаны салыстырып көріңдер. Шегіртке әнші, сауықшыл, жалқау, өлеңші, ал құмырсқа еңбекқор, ақылды, шаруашыл және ұйымшыл. Олардың ортақ белгілері екеуі де жәндіктер тобына жатады. Кестені толтыр. Авторы және атауы. Шегіртке мен құмырсқа мысалының авторы Иван Крылов, оны қазақ тіліне аударған Абай Құнанбаев. Басты кейіпкерлері құмырсқа мен шегіртке. Бөлімдері. Басталуында шырылдауық шегіртке деп алуға болады. Оның жалғасы шегірткенің құмырсқаны іздеуімен басталады. Одан кейін соңғы жауабында, яғни құмырсқа шегірткеге өз жауабын айтады. Қорытынды ой. Еңбекті сүюге тәрбиелеу. Яғни бұл мысал балаларды еңбекті сүюге тәрбиелейді. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.